Біз жас жұбайлармыз, екеуміз де 23 жастамыз. Үйленгенімізге небәрі 1 жыл болды. Мен бір фирмада жүргізуші болып жұмыс істеймін. Ал әйелім басқа фирмаға экономист көмекшісі болып орналасты. Ол фирма қаланың екінші шетінде орналасқан. Ол жақ бізге үй алу үшін несие рәсімдеуге көмектесті. Әйеліме жұмысы қатты ұнады. Бірақ 1 ай өткен соң оны біліктілікті арттыру курсына жіберді. Сол курстан кейін мен оның өзгеріп кеткенін байқай бастадым. Қатынас жағына келсек, бәрі тамаша еді, тіпті бұрынғыдан да жақсы болды. Сол түні ол менің көптен бері айтып жүрген өтінішімді өзі орындап, артынан қатынас жасауға ұсыныс жасады. Қазір мен неге сол кезде мүшеме еш кедергісіз кіргенін түсініп отырмын, бірақ ол кезде оған мән бермедім. Әйелім гардеробына көп көңіл бөле бастады. Жаңа әдемі іш киімдер пайда болды, ал шалбар мен кең киімдер жоғалып кетті. Маған оның менің көзімше киінгені ұнайтын. Алдымен оның қырылған қынабын шілтерлі іш киімдер жауып тұратын. Одан кейін 3-ші өлшемдегі кеудесін, әдетте ақ лифчик жабатын. Аяқтарын дене түстес колготкемен көмкеретін, яғни оларды одан сайын көріктендіріп тұратын. Қара қарындаш юбка, өкшесі биік туфли, ақ блузка киімі осылай толықтанатын. Мен оны жұмысқа апарып салып, сүйіп шығарып салатынмын. Сол күні де солай болды. Мен оны апарып тастап келе жатқанда, орындықтың астынан оның телефонының шырылдағанын естідім. Экранда шеф деп жазылып тұр екен. Иә, дедім мен тұтқаны көтеріп. Ол мені даусымнан танымаса керек, арғы жақтан мұздай дауыс шықты. Қайда жүрсің, шабал? Жылдам кабинетіме кел, 2-ші формада бол. Мен шошып кеттім де, машинаны кері бұрып, әйелімнің кеңсесіне қарай зымырадым. Есікте күзетші қарсы алып, құжаттарымды тексеріп, не мақсатпен келгенімді сұрады. Әйеліме қазір шақырамын. 15 минуттай күтіңіз, өзі түседі. Шамамен 10 минут өткенде әйелім холға шықты. Қымбаттым, не болды? Деді ол. Мен оның шашының жайылып тұрғанына, блузкасы астынан айқын көрініп тұрған кеуде ұштарына назар аудардым. Телефоныңды әкелдім, дедім мен. Құдай-ау, оның үстінде басқа юбка. Жарылған жерінен капрон шұлықтың қалың резеңкесі көрініп тұрды. Рахмет, жаным, деп ол мені сүйді. Кешір, мені күтіп отыр. Ол ернін жалап жіберді. Мен сол сәтте аузында шәуеттің дәмін сездім. Әйеліме жақында ғана аузына салып тұрғанда аяқтаған. Мен ғимараттан атып шығып, бірден жұмысқа кеттім. Бастыққа сылтау айтып демалыс алып, бір бөтелке арақ сатып алдым. Әйелім үйге келгенде мен мас болдым. Басымда ойда есте жоқ. Қымбаттым, сен үйдесің бе? Сен массың ба, не? Деп ол маған еңкейе беріп еді. Аузыңды шайып алдың ба, жезөкше? Дедім мен. Әйелім шошып шегініп кетті де, бірден жабырқып қалды. Сен бәрін білесің бе? Мен саған бәрін айтып беремін. Бірақ бір ғана нәрсені біл, мен сені жақсы көрем. Жоғалтқым келмейді. Бұл жағдайға сенің де кінәң бар. Есіңде ме, сен дресс-кодымыз бар деп мәз болдың ғой. Бірақ мен саған айтпадым, ол киімнің іш киімінде дейін реттейді. Киімімізді фирма тегін береді, киімді тегін береді дейсің бе? Дедім мен мысқылмен. Бірақ ауызға алып бергеніңе ақы төлей ме? Ол үнсіз қалды. Көзінен жас ыршып шықты. Бірақ мен аяйтындай күйде емес едім. Қолым дірілдеп бөтелкені үстелге қойдым. Айт. Бәрін айт. Неше рет? Қашаннан бері? Әлде мен үйге кетсем болды, сенің формалық кескаң дайын тұра ма? Тоқташы. Деді ол тынысы үзіліп. Мені тыңда. Мен сенімен болғым келеді, сенсіз өмір сүре алмаймын. Бәрі басталғанда мен де өзімді тоқтата алмадым. Не басталды? Деп орнымнан атып тұрдым. Нені тоқтата алмадың? Ол қолымен бетін жауып, еденге отырып жылап қалды. Әлден соң дірілдеген дауыспен, курстан кейін бізді шефпен жеке-жеке қабылдады. Сол кезде ол мені бірінші рет шешіндірді. Алғашқыда қарсылық білдірдім. Бірақ ол мені қорқытты. Жұмыстан кетесің деді. Сенің несиең біздің үй. Мен сені жерге қаратқым келмеді, ал сен жерге тек мен емес, өзіңді де қараттың. Дедім мен ашумен. Қанша рет болды?
Есімде жоқ деп күбірледі ол. Бірақ әр апта сайын міндетті болды. Әр жолы басқа форма кию керек. Іш киімге дейін ол өзі таңдайды. Офис ішінде камера жоқ, есік іштен құлыпталады. Мен үнсіз тұрдым. Ішімде бірдеңе үзіліп кеткендей болды. Сенім, махаббат. Бәрі сол сәтте күйіп кеткендей, сен мені саттың дедім мен ақырын. Арзан форма үшін, ипотека үшін жоқ. Деп ол аяқтарыма жабыса кетті. Мен сені шын жақсы көрем. Ол жай дене ғана. Ал сен менің жүрегімдесің. Мен үн қатпадым. Тек қабырғадағы суретке қарап тұрып қалдым. Ол екеуміз бақытты күндерде. Ол тізерлеп менің белімнен құшақтап жылап тұрды. Ашудан жүрегім өртеніп бара жатса да, ішімдегі қалауды да жоққа шығара алмадым. Оның ыстық денесі, сіңісті иісі, жұмсақ дауысы бәрі мені бұрынғыдай өзіне тартып бара жатты. Сен неге мұны маған айтпадың? Деп ақырып жіберіп, иығынан қатты ұстап, өзіме қарата бұрып алдым, қорықтым. Сені жоғалтқым келмеді деп күбірлеп жылап тұрды. Мен оның көзіне тік қарап тұрып, ерінен тартып сүйіп алдым. Ашулы, қатты, ызалы сүйіс болды. Бірақ ол қарсы болмады. Керісінше, ернін ашып, тілін өз еркімен ойнауға жіберді. Сол сәтте бүкіл ашу мен ыза құмарлыққа айналды. Қолдарым оның белін қысып, арқасына сырғанап, бөксесін қармап қыса түстім. Енді сен меніксің. Тек менікі. Ешкіммен емес, естідің бе? Дедім тістене сыбырлап. Ол басын изеді. Мен оның көйлегінің түймелерін жұлқып шешіп тастадым. Бюстгальтері аппақ, бірақ емшек ұштары бұртиып тұрыпты. Жанымды жеп бара жатқан ашу мен сағынышпен лифті жоғары түріп, кеудесін аузыма салдым. Ол тістене ыңырсып жіберді. Күштірек? Деп сыбырлады. Мен оны үстелге отырғызып, аяғын екіге айырып, колготкасын және іш киімін тістеп шешіп тастадым. Оның жалаңаш, тап-таза кискасы дымқылданып тұр еді. Саусақпен сипалай бергенімде, ол белін көтеріп аңырсып, өзін маған толық ұсынды. Тек сен үшін, тек саған ғана, деп қайталай берді. Мен бір сәтке тоқтадым. Қарадым, ол менің әйелім. Мен алдаған, бірақ қазір тізерлеп тек мені қалаған қалпында отыр. Ашумен, ызамен, құмарлықпен оны ішіне қарай итердім. Деп ың етті, қатты. Терең тоқтамастан сілкіп тұрдым. Үстел сықырлап, оның ыңырсыған дауысы бөлмені кернеп бара жатты. Оның тырнақтары арқамды тырнап, ерні мойнымды сорып, бір сәтке екеумізде бәрін ұмыттық, бір-біріміздің ішімізге еніп кеткендей едік. Ол менің мойныма асылып, мені тағы да осылай ал күнде тек сен деді, демігіп. Мен оны үстелден көтеріп, диванға лақтырдым. Қайта ішіне еніп, тізесін иығыма салып, одан сайын тереңге кірдім. Ол тек менің есімімді қайталай берді. Түннің ортасында екеумізде қалжырап, диванда жатып қалдық. Оның кеудесі менің иығымда, шашы термен жабысқан, ал демі әлі де ырғақсыз. Біраз үнсіз жаттық. Бірақ менің ішім тыныш емес еді. Бар болғаны денем қанағаттанды, бірақ жаным жоқ, айтшы дедім сыбырлап. Ол, саған ұнады ма? Ол дір ете қалды. Бір сәт үнсіз жатты да, ақырын, жоқ, ол басқа. Ол мені иемденді. Қолымнан келмеді қарсы тұру. Бірақ ләззат алғаным жоқ, ал менен. Ол басын көтеріп, көзіне жас үйірілген күйде қарады. Сен мені тірілттің. Менікі екенімді сезіндірдің. Саған ғана керек екенімді ұқтырдың. Қазір тек сені ғана қалаймын. Мен оның бетінен сипап, құлағының сырғалығын сүйіп алдым. Бірақ ойымда бір ғана сұрақ қалды. Тағы барасың ба жұмысқа? Ол көзін тайдырып, баруға тиіс шығармын. Кредит. Пәтер. Бірақ егер қаламасаң кетем. Саған көмекші де, қызметкер де болып жұмыс істеймін. Тек бірге болайық. Мен көзімді жұмып, терең тыныстап алдым. Бір жағынан әйелімнің иығында бүкіл өмірім тұр. Екінші жағынан ол мені сатқан. Бірақ сол сәтте менің қолым оның жамбасын сипалап, қайта от тұтанды. Қайтадан қалап тұрдым. Тәнім мен жаным айқасып, шешім қабылдай алмадым. Тек дененің қалауын тыңдадым. Мен оның белінен ұстап, өзіме қайта тарттым. Онда дәл қазір маған тағы бір рет өзіңді дәлелде. Ол күлімсіреп үстіме шықты. Ақырын, ырғақты қозғалып, мені қайтадан өзіне елітті. Бұл жолы ол биледі.
Әр қимылы кешірім сұрау, әр ыңырсыған дауысы сенім қайтару еді. Мен оның кеудесінен ұстап көзіне тіке қарап, соңғы рет басқа еркекке тиіп көрсең мен кетем. Мүлде керек емес олар. Сен ғана. Менікі тек сенің тәнің ғана емес жаныңда. Таң атқанша екеуміз құмарлық пен қайшылықтың ортасында езіліп шықтық. Бірақ таңмен бірге шешімде келуі тиіс еді. Таң атып бөлмеге жұмсақ сәуле түсті. Ол әлі де кеудемде ұйықтап жатты. Үстімізде тек көрпе, денеміз жалаңаш. Бірақ ең ауыр жалаңаштық жанымызда еді. Мен оған қарап ұзақ жаттым. Оның тынысынан, дене иісінен айырылғым келмесе де, ішкі даусым маза бермей тұрды. Бір кезде ол оянып көзін ашты. Таң атты ма? Деді күлімсіреп, білегіме сүйене. Мен бас изедім. Ол жалаңаш денесін жайлап созып төсектен тұра бастады. Мен үнсіз бақылап жаттым. Қыпша белі, жалаңаш бөксесі ертеңгілік сәулемен айқын көрініп тұр. Бірақ ішімде не бір ләззат, не бір тыныштық қалмаған. Бүгін барасың ба? Дедім ақырын, ол кідіріп қалды. Киімін қолына алып, артына бұрылып, егер сен барма десең, бармаймын. Бірақ шын шешімді өзің айт. Мен орнымнан тұрдым. Оның алдына барып, иығынан ұстап, егер тағы бір рет соның даусын естісем, тағы бір рет сенің денеңнен өзгенің иісін алсам, бәрі бітеді. Түсіндің бе? Ол басын изеді. Көзінде жас тұрса да жігер байқалды. Бүгін барам. Бірақ соңғы рет. Бүгін оның бетіне қарап бәрін тоқтатам. Мен сенің әйеліңмін. Енді бұлай болмайды. Мен жақындап оның ерінен сүйіп, онда дәлелдеші. Бүгін кешке мені шын әйелім күтіп алсын. Лас емес, адал күйінде ол басын изеп, көйлегін киіп, төсек жанында тұрған шұлықтарын алып, еденге отыра кетті. Қатты асықпай, баяу қозғалып, бір шұлығын аяғына киді. Сосын екіншісін. Бірақ менің көзім оның сәл ашылған іш киімі мен әлсіз тырналған жамбасына түсіп кетті. Қайтадан от тұтана бастады. Бірақ мен өзімді ұстап қалдым. Бұл жолы тән емес, жаным дәлелдеуді күтті. Бар, бірақ ұмытпа, сен қазір менің ғана әйелімсің. Қайтып келгенде сенің көздерің де, тәнің де маған ғана қарайтын болсын. Ол есік алдында бір сәтке кідіріп, кешке не қаласаң соны істеуге дайынмын. Тек бүгін мені соңғы рет кешір. Есікті жауып кетті. Ал мен оның қайтып оралған сәтін тағатсыздана күттім. Ол кеңсеге дәл уақытында кірді. Әдеттегіше емес, бұл жолы қадамы нық, көзіне тіке қарайтын сенім бар. Айналасындағылар амандасып үлгермей жатып, ол тікелей бастықтың есігіне қарай жүрді. Ішінде кеудесін керіп тұрған, қорқыныш емес, шешім еді. Кабинет есігін ашқанда ол орнында отырған еді. Үстел үстінде баяғыдай папкалар емес, кофе емес, дәл ортасында оның шалбарының сырылған қара. Көзін көтеріп, жай жымиып, қайда жүредің, қазым? Түннен кейін есің кетіп қалған шығар. Ол есікті жауып, терең тыныс алып, бұл соңғы рет. Енді бұлай болмайды. Мені ұмытыңыз. Бастық орнынан тұрып, есікке қарай бір адым аттады. Не болды саған? Кеше ғана тағы да деп жалынып едің ғой, енді мен тек күйеуімдікі болам. Ол бәрін білді. Бірақ мені кешірді. Енді сізбен ештеңе болмайды. Ешқашан. Бірақ ол жақындай түсті. Қолым белінен ұстап, қанша кешірсе де, сенің денең менің иісімді ұмытпайды. Қазір өзіңде сезіп тұрсың, дымқылданып тұрсың, солай емес пе? Оның денесі тітіркеніп дір ете қалды. Ол шындықты айтты. Қанша ұмтылса да, тән сатқындықты ұмытпайды. Бірақ жүрек бәрінен биік. Ол бір қимылмен бастықтың бетінен салып жіберді. Бұл менің соңғы сыйлығым. Енді сен менің денемде емес, тек ашы шапалақтың жаңғырығын еске сақтайсың. Есікке қарай бұрылып жүріп кетті. Артында қалған бастықтың жүзі ашулы, бірақ дәрменсіз. Әйел бір сәт кідіріп, иығын түзей, мен жұмыстан кетем. Кредит үшін емес, намыс үшін тұрам. Ол сыртқа шыққанда алғаш рет өзін шын азат сезінді. Кешкісін күйеуі үйге ертерек оралған. Есіктің сықыры естілгенде жүрегі дүрсілдеп кетті. Жеңіл аяқ дыбысы жақындай берді. Есіктен кіргенде әйел оның алдына тізерлей келіп, мен сені таңдадым. Енді мен тек сенікі.
Қаласаң дәл қазір, дәл осында ол бұрылып, есікті іштен жауып, қолынан ұстап тұрғызды. Жоқ. Бұл жолы бәрі басқаша болады. Ол оны үстелге отырғызып, жайлап иығынан шешіндіре бастады. Әр түймесі ашылған сайын сенім арта түсті. Бұл жолы тән емес, рух қосылды. Құмарлық, шынайылықпен астасты. Олар алғаш рет бір-біріне толық тиесілі болды. Кеш. Үй іші жылы. Қабырғадағы шамдар күңгірт жанып тұр. Жанар май шамның жарығындай дірілдейді. Олар ас үйде отыр. Үстелде кешкі ас, бірақ ешқайсысының қолы тамаққа бармайды. Қарама қарсы отыр, үнсіз, тек көзбен сөйлесіп отыр. Ол ақырын: "Сен бүгін мені шын таңдап алдың ба?" Әйелі көзін төмен салып, сосын жайлап басын изеді. "Мен сені сүйем. Бірақ енді саған бәрін дәлелдеуім керек екенін түсіндім." Тек сөзбен емес, ол орнынан тұрып, үстелдің жанына келіп, күйеуінің тізесіне отыра кетті. Оның мойнынан құшақтап, ернін ақырын сүйді. Бірақ бұл жолы өрттей емес, жылы, жұмсақ, сенімді сүйіс болды. Күйеуі оның иығынан шешіндіріп, көйлегін жайлап иығынан сырғытты. Тәні дірілдеп, бірақ қорықпай тұр. Қайта еркін. Сүт түстес іш киім денесіне нәзік жабысып тұр. Бірақ оның ешқандай мағынасы қалмағандай, ол әйелін қолынан ұстап, жатын бөлмеге алып барды. Бұл жолы екеуі де асыққан жоқ. Ешбір жұлқылау, ашқарақтық жоқ. Тек бір-бірінің денесін сағынып, тани түсіп, әр сантиметрінен жаңа мағына іздеді. Әйел оның үстінде жатқанда, шашы күйеуінің кеудесіне төгіліп жатты. Көзінен жас шықты. Бұл жолы ләззаттан емес, ризашылықтан: "Мен сені ешқашан енді ренжітпеймін" деп сыбырлады. "Сен менің әйелімсің. Солай қала бересің" деді ол, белінен қыса құшақтап. Олар ұзақ, тоқтаусыз бір-біріне қосылып жатты. Түн тек тәннің емес, жанның да қосылуына куә болды. Бұл енді жай ләззат емес еді. Бұл кешіріммен келген махаббат еді. Соңы